Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің базасында ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Оған облысының түкпір-түкпірінен 1867 талапкер қатысады. Ережеге сәйкес қатысушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтау мақсатында ұлттық бірыңғай тестілеу 7 ағынмен ұйымдастырылып, 2 шілдеге дейін жалғасады. Бүгін 26 маусымда емтиханды тек 309 адам тапсыру жоспарланған. Тест тапсыру пунктінің аумағында тек түлектер, мемлекеттік комиссия мен құқық қорғау органдарының жүруіне рұқсат етіледі. Тестілеуді тапсырар алдында түлектер дезинфекциялаудың 5 кезеңінен өтті. Дезинфекциялық тоннель, арнайы дезинфекцияланған кілемшеде аяқ киімдерді зарарсыздандыру, дене қызуын өлшеу, қолды зарарсыздандыру, медициналық маскалар беру. Қатысушылардың әрқайсысына гаджеттер мен шпаргалкаларды тестілеу кезінде қолдануға болмайтыны алдын ала ескертіліп, арнайы жәшіктер қойылды. Ата-аналарға, мұғалімдерге және басқа да үшінші тұлғаларға университет аумағына кіруге тыйым салынғандықтан, тапсыру барысын ent-online.kz сайтында бақылауға болады. Барлық талапкерлерге ұлттық бірыңғай тестілеуден сәтті өтуге тілектеспіз.